Дастарханда бірден таусылатын, дәмі тіл үйіретін әсіптерді жасаймыз. Етпен пісірсеңіз де, жеке пісірсеңіз де дәмі өте керемет болып шығады. Өкпені, бауырды, іш майды және де етімізді майдалап турап дайындап аламыз. Ал енді дайындап болғаннан соң барлығын кезекпен ет тартқыштан өткізіп аламыз. Осындай пайдалы оңай рецепттер үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де пікір қалдырып қойсаңыздар. Осылай барлығын өткізіп аламыз. Және де жылқының ішегіні жуып, тазартып, дайындап аламыз. Ал енді барлығын өткізіп болғаннан соң құрамдарды біріктіріп аламыз. Ыдысымызға салып аламыз. Өткізгендеріміздің барлығын саламыз. Және де жібітілген күрішімізді қосамыз. Бір дана пиязды осылай ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай қара бұрышты, ас тұзын қосып, араластырып аламыз. Және де сұйық масса болғанша суымызды қосып отырып, араластырып аламыз. Осындай бізде сұйық масса шығады. Бұрышы аздау болса, тағы да кішкене қосып жібереміз. Осылай ішектерімізді тазартып болғаннан соң жаймендеп салып аламыз. Баклажканың бас жағынан қиып алып, осылай варенка жасап алып, құйып алдық барлығында. Және де өзімізге қажетті бөліктерге бөліп аламыз.